Бүгінгі сот процесі туралы айтып берсеңіз, сіз бүгін куәгер ретінде жауап бердіңіз сот алдында. Бүгін абай Қанат Тұрдалиевтің соты болып жатыр. Сол жерде мен өзім куәгер ретінде сөйлеп шықтым қазір соттан. Бұл сот әділетті сот деп ойлаймын. Себебі Қанат өзінің ақшасын ала алмай жүрген базис компаниясының директоры Белоустен сұраған етін. Сол үшін Белоус ақшасын бермес үшін Қанат менен ақшаны вымогать етті, бопсалады деп отыр. Мен қазір айттым, ақша бопсалағанда, вымогать еткенде қорқытады, боқтайды, түрлі жаман сөздер айтады, сөйтіп вымогать етеді. Ал мен ондайдың біреуінде көрген жоқпын. Және мен точно айталам, Қанат Белоустен ақша вымогать еткен жоқ. Белоус Қанатқа қарыз ақшасын бермеу үшін әдейі ол менен бопсалады деп оны үстінен арыз жазып отыр. Бірақ мен жаңада айттым, тағы да айтамын, Белоус сияқтылар 700 миллион доллары бар дейді. Ол официально, онсыз да ол миллиардер ғой. Олар сонша ақшаны әділ жолмен тапты деп ешкім айта алмайды. Бұл жерде мен жаңа сотта да айттым. Белоус отыру керек мына Қанаттың орнында. Халықтың ақшасын қанап, ұрлап, тонап, жеген үшін. Жаңа оның адвокат айтады, сіз оның коррупционер екенін білесіз бе дейді. Фактіңіз бар ма дейді. Мен айтым, оны Назарбаевтан сұраңдар. Назарбаев айтқан. Бизнесмендер жинап қойып, Белоус бірінші рет отқан. Кез келгеніңді апарып түрмеге қамайын дегенде бәрі үндемей отырған. Себебі бізде қылмыстық жүйеде қылмыстық жолмен ғана осындай ақшаны таба алады олар. Так. Сіздің ойыңызша соттың шешімі қандай болады? Енді бұдан 4-5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын болғанда Белоустың ескі қазақстандықтардың дәуірі жүріп тұрған кезде Қанатты бұлар 10-15 жылға соттап жіберетін еді. Бірақ заман өзгеріп жатыр. Мен жаңа айттым, біз әділетті Қазақстан болмаса, Қазақстан болмайды деп. Сол үшін айттым, судьяға да басқалар әділ шешім шығарады деп сіздерді үміттенемін деді. Сот әділ шешім шығарса, Қанат босап шығу керек бүгін. Енді көреміз. Сіздің ойыңызша осы сот мысалы жарайды Қанатты бостандыққа шығарды дейді. Ары қарай мына Белоусты қалай жауапқа тартуға болады? Енді былай. Бүгінгі күні жарты қазақстандықтар банкке ақша қарыз. Қалған жартысы бір-біріне қарыз. Сонда қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сонда маған біреу ақша қарыз болса, ертең күн сол менен ақшасын алуға келсе, мен оған бермес үшін түрлі сылтау айтам. Шыдамы таусылған ол маған айтуы мүмкін. Оңбаған Рақыш. Мен аламда оны арыз жазам үстінен. Анау мені қорқытып, ақша вымогать етіп жүр деп. Бірақ мен үйтпеймін, басқаларды үйтпейді. Неге? Себебі бізде ұят бар. Адамгершілік деген бар. Мына Белоусте ұят та жоқ, адамгершілік те жоқ. Өзінің ақшасын алуға келген адамның мынау менен ақша вымогать етіп жатыр деп сотқа беріп отыр. Бірақ ол өзінің ақшасына, өзінің таныстарына сеніп отыр. Мен ойлаймын, әділеттілік үстемдік құрады, Қанат босап шығады деп. Ал жаңа сотта да айттым, мына жерде бір қателік орын алып тұр деп. Қанат пен Белоус орындарын ауыстырып алған. Мақұл, бұл қателік көп ұзамай жөнделеді. Қанаттың орнына Белоус отыратын болады. Бүгінге дейін қара халықтан ұрлаған ақшасын бәрін қайтаратын болады деп мен айттым. Рахмет.